وسلاما على المبعوث الأمين محمد Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve sahbihi ve sellem. Amma ba'd. Assalamu aleykum. Hürmetli Allah'ın konakları. Bugün Allah'ın jardeminden, sәттілігімен Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin ömründeki en ağır кезең өткен Taif қаласындамыз. Бірақ Arap жазирасындағы ең әдемі қаладамыз. Arap жазирасы 2,5-3 миллион шаршы километрдей жерді қамтитын болса, соның ең әдемі жері осы Taif қаласы екен. Taif қаласы бұл теңіз деңгейінен жер бетіндегі 2000 метр биіктікте орналасқан тау үстіндегі қалалардан құралған. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өмірінде өте бір ерекше оқиға бар. Бұл Taif қаласында барлығы біледі оны. Исі мұсылманның барлығы біледі. Taif деген кезде бір нәрсе еске түседі. Ол не? Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның қан жоса болып таяқ жеген кездері. Пайғамбарлықтың 10-шы жылы Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның жасы 50-ге толған кезде қасында Зайд ибн Хариса деген өзінің сахабасын алып Меккеден жаяу шыққан екен. Көрдіңіздер ме? Біз жаңа 2 сағат бойы жүріп келдік автобуспен, қаншама жылдамдықпен жүріп келдік. Бірақ соның өзінде автобустан түсіп шаршап отырдық. Ол кісі қасына Зайд ибн Харисаны ертіп алып жаяу келген екен. Себебі, егер де көлікпен шығатын болса, Құрайыштың мүшриктері оны Меккеден шығармайтын еді дейді. Бұл Мұхаммед басқа жерге барып дінді насихаттайды деп шығармайды екен. Көрдіңіздер ме? Сондықтан Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жаяу шығып кеткен дейді. Таулы тасты, мына жаңа қаншама жерден көтерілдік, түстік, соның барлығынан жаяу өткен. Сол жолдардың барлығын сезінсін деп, міне осы қалаға әкеліп атқан жайымыз бар. Өйткені бұл өмірінде орын алған оқиға Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Осы қалаға келеді, Амир ибн Умайр деген кісінің, осы қаланы билеп тұрған кісінің 3 баласы болады сол кезде. Соларға келеді де айтады: мен Мұхаммедпен Меккеден келіп тұрмын. Осылай Алла тағала маған пайғамбарлықты нәсіп етті дейді. Алла мені ақырғы заманның елшісі етіп таңдады мені. Сондықтан сен мына қалаңды маған шамалы уақытқа рұқсат етсең, насихат етіп шығайын дейді. Taif қаласын. Сонда жаңағы 3 жігіттің бірі өтіріп айтады ғой: Алла тағала қатырған екен дейді да, сені пайғамбар қылып таңдап дейді. Егер сені пайғамбар қылған болса, онда Алла тағала қатырған екен дейді. Біздің мына елде Урва ибн Масуд ас-Сақафи бар дейді да. Taif'тің ең үлкендерінен, ең ақылды данагөйлерінен Урва бар дейді. Неге Құдай Урваны пайғамбар қылмады дейді? Меккеде Валид ибн Муғира бар ғой, ана Халидтің әкесі. Сол неге пайғамбар болмады? Қайдағы бір сен неге Мұхаммед пайғамбар қылып Алла таңдады дейді да. Таң қалып жатырмын мен деп айтады ғой. Осындай да әңгіме болған екен пайғамбарға. Меккеге кіре сала осындай әңгімені естіткен ғой. Екінші ол айтады дейді: Құдай сені пайғамбар қылған болса, Мұхаммед, онда Қағбаның жыртуын жыртыпты дейді. Үстіндегі кесуа дейді о. Қағбаның жапқышын жыртыпты онда Құдай дейді. Үшінші бала тұрып айтады: Мұхаммед дейді, сен қазір пайғамбармын деп маған аузыңа келген айтып тұрсың. Мен қабылдағаннан дейді сенің пайғамбарлығыңды ештеңе кеміп кетпейді дейді. Ал мен қабылдамасам да бір нәрсе асып кетпейді дейді. Сондықтан келген жағыңа қарай кет дейді Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам. Пайғамбарымызға осылай айтады. Сонда Алла елшісі аналарына айтады: сендер қабылдамайды екенсіңдер, онда мен қалаға бір кіріп шығайыншы дейді. Міне осы біздің көз алдымыздағы қалаға Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам 10 күн бойы не істеген? Исламға шақырған, Аллаға шақырған, таухидке шақырған. Әлі ол кезде намаз парыз болған жоқ. Тек Аллаға серік қоспаңдаршы деп шақырған. Өйткені бұл қаланың тұрғындары Лат деген қолдан жасалған құдайға табынатын болған екен. Бұл Араб жазирасында үлкен 3 құдай болған, пұт болған, өздері құдай санаған. Лат, Uzza, Манат деген 3 құдай болған. Сол Лат осы Таифтықтар табынатын болған екен. Бұл Таифтың тұрғындары кезінде Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам дүниеге келуінен 40 күн бұрын анау піл иелері бар ғой, Йеменнен келе жатқан. Солар осы Таифқа соғады. Сонда Таифтың ішінен Абу Риал деген бір жігіт шығады да айтады: мен сендерге Меккеге жақын баратын жолды көрсетем дейді, төте жолды. Сондықтан мені жолбасшы етіп алып кетіңдер дейді. Абу Риал бар ойы не? Аналар Қағбаны қиратуға келе жатыр ғой. Бұл да сол меккеліктердің де бар мақсат ниеті сол екен, Қағбаны қирату екен. Қағбаны жоқ қылып жіберсе, арабтардың бәрі қайқа келеді? Қажылық жасауға? Осы Таифқа, Латқа келеді екен. Жаңа қолдан жасалған пұт бар ғой, соған келіп құлшылық жасайды екен да, көрдіңіз бе? Бұның артында бір саяси нәрсе жатыр да. Осылайша Абу Риал деген жол көрсетіп, Абрахаға кетіп бара жатқан кезде пілдерімен жолда өледі, Меккеге жете алмай, жарты жолда. Біз жүріп өткен жолдардың бірінде өледі.
бүкіл араб Абу Регалдың қабірінің жанынан өткенде лағнет айтып тасатады екен ше. Құдайдың үйін жоқ қылуға жол көрсеткен кісі бұл деп. Көрдіңіздер ме? Енді оның оқиғасын айтып бердім кеше, Абраханың піл иелерінің қандай болғандығы Құранда піл сүресін түскендігін. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам міне осы қалада 10 күн бойы кірмеген үй қалған жоқ дейді. Барлық үйге, Таифтағы үйге кіріп шықты. Көрдіңіздер ме? Таифтағылардың ешбірі қабылдаған жоқ. Есіктер пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам алдында жабылып жатты дейді. Былай тарс. Өйткені бұлар ләззат өмірде сүріп жатқан адамдар екен. Мына қараңыз, мынадай бақтарды кім қиғысы келеді? Дұрыс па? Мұхаммед кет деп айтады екен. Бар, кетші бар, басымызды қатырмай. Сондай ләззат өмірде өмір сүрген, тіпті меккеліктер аптап жаздың ыстығында Таифтан үй сатып алады екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи көкесі Аббастың үйі болған осы жерде, Таифта. Жаздың маусымында келіп, таудың төбелерінде келіп, демалып жатады екен, рахаттан. Бұл жер, жаңа қазіргі тарихшылардың айтуымен, мына вино шығаратын болған екен бұл жерден. Арақ шарап. Бұл жерде құмар ойынның түр-түрі болған екен. Бұл жерде зинаның, ойнастықтың түр-түрі болған екен. Араб жазирасының әр жерінен қыздарды әкеліп ойнастық істететіндей осындай азғындыққа ұшыраған жер екен да бұл. Сол өмірдің барлығын кім қиғысы келеді енді? Сондықтан Мұхаммед бара бер деді ғой. Көрдіңіздер ме? Сондай азғындыққа түскен бұл қауым ақырында пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам кетпегеннен кейін қасындағы ауылдағы бүкіл жас балдарды, қызметшілерді барлығын жинап алды да айналаң бәрі тасында жердің. Таспен қуды пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Сонда Зайд ибн Хариса өте ұлы сахаба, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға тас тиіп атқан кезде былай көкірегін тосқан екен. Өзінің денесін артын емес, алдын тосқан екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам артында жүріп атқан, алдын тосқан екен. Тісі, маңдайы, беті, иегі, төсі жарылған дейді Зайд ибн Харисаның. Денесінің барлығы жарылған, қан жоса болып аққан. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның денесінен аққан қан әрбір қадамының астында бар еді дейді. Қан шорылдап аққан, жаңағы тастың жарақатынан табанынан не істейді дейді, тәпішкесінде жерге тиген кезде қанның іздері болатын еді дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Осылайша 5 шақырым қуып барған дейді. 5 шақырым тас атқан. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жасы 50-де, 5 шақырым жүгіру 50-дегі жас. Оңай емес ол. 5 шақырым қуып барған. Осындай Рабиға деген кісінің 2 баласы бар, Отба және Шайба деген. Олар да Меккенің адамдары. Осы Таифтың сыртында жүзім бағы бар екен осындай. Сол жүзім бақта пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жаңағылар қуып келе жатқан кезде кіріп үлгереді ғой. 5 шақырым бойы тас лақтырып келеді. Кіргеннен кейін аналар содан ары қарай қайтады. Таифқа қарай қайтады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сол жерде қалып, үсті басының барлығы қара қан, Зайд ибн Харисаның үсті қара қан. Сонда баққа кірген бойында жүзім баққа Аллахқа дұға қылып дейді. Я Алла, мен өзімнің әлсіздігім жайында саған өзімнің немді білдіремін дейді, дәрменсіздігімді білдіремін дейді. Я Алла, егер де сен маған аманат етіп тапсырған дінді жеткізе алмай жатқан болсам, онда ол менің қателігім дейді. Я Алла, менің осы нәрсем үшін жазғыра көрме дейді. Осылайша пайғамбар саллаллаху алейхи Аллахқа дұға қылып отқан кезде жүзім бағында Отба мен Шайба Меккеде пайғамбар саллаллаху алейхи ұрып жүргендер, Абу Жахил бәрі бірге жолдастар жаңағы. Анан аяқ кетеді пайғамбар саллаллаху алейхи. Сөйтеді де Аддас деген қызметшісі бар екен, қызметшісіне айтады: "Я Аддас, барда ана Мұхаммедке бір жүзім берші" дейді, бір түп жүзім. Аддас мынандай жерден бір түп жүзімді үзіп алады да пайғамбар саллаллаху алейхи апарып береді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи дұға қылып болғаннан кейін жаңа жүзімнің бір түйірін үзеді де бисмилля деп жейді. Ана Аддас таң қалады. Бұл не деген сөз дейді? Бұл не деген сөз? Бұндай сөзді мен әлі естіген жоқпын бұл жерде, қанша адаммен аралассам да. Бұл Алланың атымен бастаймын деген сөз дейді. Сен өзің қаяқтансың дейді пайғамбар саллаллаху алейхи. Бұл сөзді естімеген. Мен Ниневаданмын дейді. Нинева деген біздің Каспий теңізі бар ғой. Соның оңтүстігінде, Ирактың солтүстігінде орналасқан Юнус ибн Мәтта деген пайғамбардың туылған жері екен. Анау барлығымыз білетін пайғамбар бар ғой, Юнус. Кит жұтып алып кететін судың астына. Естеріңізде ме? Сол пайғамбардың ауылында туылған екен бұл кісі. Христиан дінін ұстанады екен. Мен Ниневаданмын деп айтады. Ей, сен менің бауырым Юнус ибн Мәттаның ауылынан екенсің ғой, Юнус пайғамбардың дейді. Қалайша сенің бауырың дейді. Жаңа кісі бұл қызметші. Құл ғой, құл. Сонда айтады, ол да пайғамбар болған, мен де пайғамбармын дейді. Ол да пайғамбар болған Юнус дейді. Мен де пайғамбармын дейді, Алланың елшісімін дейді. Сонда жаңағы Аддас деген жігіт қан пайғамбар саллаллаху алейхи аяғынан бастап маңдайына дейін сүйіп шықты дейді.
Сонда Отба мен Шайба қарап тұрған ана жерде не болып жатқан. Ой, Аддас та уланды Мұхаммедке деп айтады дейді. Аддас та уланды. Бұның сиқырына байланды деп айтады дейді. Сонымен жаңағы Аддас, бергел Аддас деп ана шақырып алады, уланып жатқан кезінде. Уланып жатыр депті ғой. Шақырып алады да, не болды саған? Сонда Аддас айтады, жердің бетін басып жүрген адамдардың ішіндегі ең абзалы ана кісі дейді. Бұл пайғамбар ақырғы заманның дейді. Сөйтсе Аддас ана азғантай уақыттың ішінде исламды қабылдап үлгерген екен да. Пайғамбар саллаллаху алейхи алдында. Ана бақытты қандай керемет адам Аддас. Сонда кейін Отба мен Шайба бар ғой. Пайғамбар Мәдинаға хижрет етіп кеткеннен кейін соғысқа кетіп бара жатады Бәдір шайқасына. Сонда Аддас тұрып айтады ғой, Отба, Шайба бармаңдар дейді да. Ол кісіні бәрібір жеңе алмайсыңдар дейді. Ол Алланың пайғамбары дейді. Шынымен барады, екеуі де өліп қайтады ғой. Тыңдамайды да мынаның айтқан. Сол бақтан тынығып алғаннан кейін осы Таифта пайғамбар саллаллаху алейхи ары қарай сапарын жалғастырады Меккеге қарай. Болды енді былайша айтқанда, Меккеде адам қабылдап жатқан жоқ, Меккенің сыртында адам қабылдап жатқан жоқ. Адамға не береді? Бір көңілің түсіреді ғой бұл нәрсе. Оның үстіне кеше әйел Хадиша қайтыс болды. Хадиша анамыз радиаллаху анха. Оның үстіне көкесі Абу Талиб қайтыс болды. Былайша айтқанда осы жыл пайғамбарлықтың 10-шы жылы тарихтағы ең қайғылы жыл болып есептелді. Соның барлығы ауыр тиіп жатыр пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға. Сөйтті де Зайд екеуі шықты да Қарнул Маназил деген, қазір біз ихрам киетін жер бар. Қарнул Маназил, миқат бұл жер, қазір миқат болып есептеледі. Сол жерден ихрам киіп Меккеге қарай кетеміз. Сол жерге жеткен кезде 2 күн немесе 3 күн тұрақтайды пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Екеуі не істейді? Таңертең және күн батардан алдын 2 уақыт намаз оқиды пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Әлі 5 уақыт намаз парыз болған жоқ. Және Құран оқиды Зайдке. Солардың барлығын естіп жүрген даладағы бір топ жындар пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға келеді. Жындар келеді де пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламмен сөйлеседі. Сөйтеді де не 8 не 9 деп айтады, риуаяттар әртүрлі. 9-8 жын сол жерде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам исламды қабылдайды екен. Адамдар қабылдамай жатқан исламды жындар келіп қабылдаған. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жындарға да, адамдарға да пайғамбар болып жіберілген. Көрдіңіздер ме? Сонда жаңағы пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға аяттар түсті сол кезде. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Жын сүресінің «Қул ухия илайя аннаху стама'a нафарун минал джинни фақалу инна сами'на Құр'анан ажаба». Ей Мұхаммед, айт оларға, маған бір топ жындардың келіп, біз керемет бір ғажап Құранды естік дейді. Сол Құранды естіп, біз тура жолға түсіп жатырмыз дейді. Бұдан былай лән нушрика би раббина ахада. Бұдан былай Раббымызға енді ешкімді серік қылып қоспаймыз дейді. Аннаху та'ала жадду раббина маттахаза сахибатан вала валада. Ол Раббымыз сондай ұлы, оның әйелі де баласы да болмаған екен ғой дейді. Кана яқулу сафихуна алаллахи шатату. Біздің ішіміздегі оңбағандар Құдайдың баласы бар, әйелі бар деп бізді осы уақытқа дейін алдап келген екен ғой дейді. Жындар айтады. Сөйтсек оның ешқандай әйелі де баласы да жоқ, әлемдердің Раббысы екен ғой ол дейді. Көрдіңіздер ме? Осындай жындар исламды қабылдайды. Дәл осы жындардың исламнан қабылдауынан бұрын деп айтады кейбір тарихи кітаптарда, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға Жабраил алейхиссалам келген дейді. Жабраил алейхиссалам келді, қасында тау періштесімен бірге дейді. Үсті басы әлі қан пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Сонда келіп айтты: ей Мұхаммед дейді, мен саған тау періштесін әкеліп тұрмын, сенің бақшада қылған дұғаңды Алла тағала естті де жауап берді дейді. Жаңағы бақшадағы дұғаны. Енді қаласаң тау періштесімен өзің сөйлесті. Сонда тау періштесі, бүкіл жаратылыстағы таудың періштесі пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға ассаламу алейка деп сәлем берді. Сөйтті де: ей Мұхаммед, сен тек қана бұйырсаң болды, мен Ақшабайн дейді. Ақшабайн деген мына екі үлкен тау осы Таифтағы. Сол екеуін аламында не істеймін дейді, Таифтың үстіне қоя салам дейді. Болды. Адамдар айтады дейді да, баяғыда Таиф деген қала болған екен деген сияқты. Дұрыс па? Ана өлі теңіздің астында айтып жатыр ғой, баяғыда Луттың қауымы болған екен деген сияқты. Дәл сондай бір тарихи мекен болып қалады болды. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: жоқ деді. Жоқ, олар қазір түсінбей жатыр. Бәлкім олардың ұрпақтарынан Аллаға серік қоспайтын, Аллаға құлшылық қылатын кісілер шығатын шығар дейді. Мен келіспеймін оған дейді. Көрдіңіздер ме? Инна арсалнака рахматан лил аламин дейді пайғамбар Алла тағала. Ей Мұхаммед, біз сені әлемдерге рахым пайғамбар етіп жібердік дейді. Егер өзінің нәпсісі үшін істегенде пайғамбар жоқ қыл жібер дейді, жермен жексен қыл жібер деп айтар еді. Жоқ, ол
Алланың дінін жеткізуге келген кісі. Өзінің нәпсісі үшін жүрген адам емес пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Көрдіңіздер ма? Міне көркем мінез деген не деп сұрайды ғой сахабалар. Алланың елшісі, көркем мінезділер жәннатта ең бірінші кіреді. Менің қасымда осылай жәннатта ең жақын отырады деп айтасыз ғой көркем мінез туралы. Сол көркем мінез деген не ол деп сұрайды пайғамбар сахабалары. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтты, көркем мінез дегеніміз зұлымдық істеген кісіңді кешіруің деп айтты. Аналар зұлымдық істеді ғой, ұрды, соқты, қанатты. Кешір жіберді ма? Кешір жіберді. Міне көркем мінездік. Зұлымдық істеген кісіні кешіруің деді. Бермегенге беруің дейді. Ол берген жоқ кеше, бермейміз біз дейді бізде ауылда. Әкелген жоқ, әкеп апармаңдар оған. Жоқ, бермегенге беріп алып дейді қазақ айтады. Бермегенге беруің дейді көркем мінез. Және үзгенді жалғауың дейді. Сіздікі дұрыс, оныкі дұрыс емес, бірақ сізбен араласпай кетті да туысқаныңыз. Сонда да Құдай үшін, Алла үшін деп барсаңыз, Алла өміріңізді ұзақ қылады және не істейді? Сізге көркем мінез деген қасиетті береді, пайғамбардың қасында отыру үшін. Саллаллаху алейхи уассалам. Көрдіңіздер ме? Міне пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам осындай көркем мінезге ие болған екен. Енді қараңыздар, пайғамбардың сол тауды қоймағанының бір даналығын айтайын. Осы Таиф қаласынан атақты ұлы сахаба Урва ибн Масғуд ас-Сақафи деген кісі шыққан. Иса пайғамбарға ең қатты ұқсайтын кісі осы Таифтан шыққан екен. Пайғамбар саллаллаху хадисінде айтады. Урва ибн Масғуд ас-Сақафи ең Исаға қатты ұқсайтын кісі деп айтқан екен. Сақиф деген осы Таифтың тұрғындары, рудың аты Таифтағы. Және Таифқа тұңғыш рет дінді әкелген кісі Урва ибн Масғуд ас-Сақафи екен, ислам дінін. Және бұл қаладан Зияд ибн Абих деген атақты ұлы табиғин шыққан. Бүкіл араб жазирасына, Африка материгіне ислам дінін жеткізген кісі. Африка материгіне ислам дінін жеткізген кісі Зияд ибн Абих ас-Сақафи деген кісі осы жерден шыққан екен. Таифтан шыққан. Көрдіңіздер ме? Қазақтың даласына ислам дінінің жетуіне себепші болған Хаджаж ибн Юсуф деген Ирактың патшасы осы Таифтан шыққан екен. Қазақтың даласына исламның келуіне себепші болған Хаджаж ибн Юсуф деген кісі болған, Ирактың әкімі. Өзінің қолбасшысы Қутайба ибн Муслим әл-Бахили деген кісіні Қытайға дейінгі территорияға исламды жеткізуге жіберген. Міне сол исламның берекетімен біздер исламды қабылдадық. Кімнің себебімен? Хаджаж ибн Юсуф ас-Сақафидің себебімен. Осы Таифтан шыққан жігіт екен. Көрдіңіздер ме? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның жаңағы Таифтың үстіне осы тауды қоймағандығының несі екен? Бұл даналығы, берекеті. Бұл қаншама ғалымдар шыққан бұл жерден. Қаншама қолбасшылар шыққан. Солардың барлығы осы жерден шыққан екен. Міне көрдіңіздер ме? Осы Таиф пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өміріндегі бір үзік сыр. Тарихтағы қайғы қасірет жылы деп аталған жылы орын алған оқиғаның біреу осы Таифта орын алған екен. Түсінікті болды ғой деп ойлаймын, я? Алла тағала